Қыс мезгілі келе салысымен қаншама адамдар күндер санап 31 желтоқсанды күтеді. Қасиетті Рамазан айында асқазаным ауырады деп ораза ұстамай 31 желтоқсанның түнінде шампанский ішіп отыратын адамдар қаншама. Қасиетті Рамазан айында пітерге 300 теңгесін қимайтын адамдар 31 желтоқсанның түніне салют арнап алып ақша сұрап етіп жататын адамдар қаншама. Қасиетті Құрбан айттың кезінде қой сатып алуға ақшасын қимайтын адамдар 31 желтоқсанға арнап шырша сатып алу үшін ақшасын судай шашып жататын адамдар қаншама. Қасиетті Қадір түні күні ұйықтамай Алладан дұға тілек тілеудің орнына ұйықтап қалып, қасіретті 31 желтоқсанның түнінде ұйықтамай Аяз атадан тілек тілеп жүретін адамдар қаншама. Қасиетті Рамазан айының кезінде жер бетінде күнәлар азайса, 31 желтоқсанның түнінде жер бетінде күнәлардың көбейетін кезі. Қаншама адамдар арақ ішіп алған себепті отбасыларымен ажырасады. Қаншама адамдар ойнастық жасайды. Қаншама адамдар бір-бірімен төбелесіп, кейбір адамдар бір-бірін пышақтап өлтіріп жатады. Сол арақтың себебінен қаншама адамдар жол апатына түсіп қайтыс болып жатады. Сонда 31 желтоқсан деп күтіп жүрген мерекелеріңіз осы ма? Бұл біздің мереке емес.